Сәлем, баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Несібелі. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін үй жағдайында таба нан дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға ұн салып аламыз. Содан соң бір ас қасық дрож, шамамен 3 ас қасықтай қант саламыз. Көз мөлшерімен сұйық май қоссаңыз да болады. Және де жылы сүт қосамын. Сосын жылы суымызға тұзды араластырып алып, суымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илеп болған соң, қамырымыздың бетіне сәл ғана сұйық май жағып, 1 сағатқа демалдырып ашытып қоямыз. Үстіне осындай пакет қойдым. Пищевой пленкада болады. Ашыған қамырымызды алып, оны бірнеше бөліктерге бөліп, 15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз жақсылап көтерілгеннен кейін, оны табаға әдемілеп қойып алып, бетін тікештейміз. Сосын жұмыртқаның сарыуызын сүтпен араластырып, бетіне жақсаңыз да болады. Нанымызды 200 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.